Ассалаумағалейкум, Құнан арнаның оқырмандары. Бүгін ақпан айының 24 күні 2026 жыл Қызылорда қаласында мал базардағы сиыр, бұқа, қашар, баспақ және тағы басқа мал жануарлардың бағаларымен танысасыздар. Достар, міндетті түрде видеоның астына лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп отырыңыздар, және де осы видеоны достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал ендеше көруді бастайық. Не дейсің мынаны? Екеуін 650 деп. Мына екеуін 650, иә? Осы соңғы бағаң ба яғни? Қай жақтікі малдар? Үшінші қосатын болса 880-ге беріп жіберем. Үшеуімен бірге енді 880 мың теңге берем деп тұр егесі. Мал қай жақтан келіп тұр? Қармақшы Тұрмағамбеттен келіп тұр. Қармақшы, енді естіп тұрсыздар. Мына телефон номер айтшы. 7 423 60 22. Осы жігіттің. Қанша деп жатсың, інім? 270. Ау? 270 мың теңгеден. Мынауың қанша дедің? Мына бала түсірме деп жатыр. Маңырап қоймады ғой. Мына қанша болып отыр басына? 300 мың. Мынау 300 мың, мынауыңыз қанша? Бұл сатылып кетіпті. 200 мың теңгеге сатылып кетті мынауыз. Мынау қанша деп жатса? 350 мың теңге. Киімі бар дейді, саудасы бар дейді. Отыр сізде? 230. 130 ба мынау? 230 мың ба? Мынау 230 мың теңге. Айтып тұр мына малға яғни. Ал ендігі мынауысын сұрақ көрейік. Мынауыңыз қанша? 500. Бұл неше туған? Шамамен бір 3 туған сиыр ғой. 500 мың теңге сұрап тұр мынаған. Мынау қанша дедің бауырым? 200 мың теңге. Ұрғаш ма еркек па? Ұрғаш. Ассалаумағалейкум бауырым. Қанша деп жатсың мынаған? Білмедім. Сатып алғансыңдар ма? Білмедім олар. Ассалаумағалейкум аға. Мына қанша сұрап жатсыз мынаған? 270 сұрап жатыр. Мынаған қанша сұрап Қаншаға жатсыз? 350 сұрап жатыр. 350, 270 сұрап. Еркек бұзау. Еркек бұзау екен. Ауыл қай жақ мына мал? Жақайттікі Шел ауданы. Шел ауданынан әкеп тұр екен. Қанша деп жатсың? Мынау 400, мынау 200, 200. Мынау неше туған сізде? Мынау ма? Иә. 2 туған қашар ма? Мінекей достар. Саудасы бар. Саудасы бар дейді. Ауыл қай жақ дедіңіз? Інімдікі ғой қазір. Достар, мына пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Қандай сиырлар түсірейін? Қашар ма? Баспақ па? Әлде? Мынау адвені сатылады. Мұны қанша деп жатыр? 300 мың ба мынау? Мынау да 300 мың. 300 мыңнан ғой енді басына. Айтып тұр яғни саудалары бар ау. 300 мың теңге мына қашар. Қай ауылдікі бұл? Қоғалкөл ауылынан әкеп тұр. Мына жігіттің малы. Енді басына 220 мың теңгеден кейін басына сұрап тұр. Мынау енді ұрғашы ғой. Мына екеуі. Мынау 200 мың теңгеге берем деп тұр. Бұл ұрғаш ма еркек па? Ұрғаш екен. Семіз 100-ге еті бар, 100-ге тек тоқ па? Иә. Семіз 100-ге еті бар дейсіз ба? 100-ге шығады деп ойлайсыз ба бұған? Шығады, гарантия.
Мінекей мына екі кісі осы малдардың егесі ғой. Шил ауданынан келіп тұр мына ағаларымыз. Мына жаққа өтіп кетейін. Мынау қанша деп жатсыз? 500 деп алып. 500. Неше туған екен бұл? Бір туған. Бір туған қашар. 500 мың теңге. Ассалаумағалейкум аға, мына бас қанша деп жатсыз мына басына? 360. Қашар ма? Қашар 360 мың теңге. Қалай саған мына қанша отыр? Сиырымыз. Мына қанша сұрап тұр екен егесі? Қанша айтып жатыр? Yok, Саудаға түсіп жатырмын мына жерде. 250 мың теңгеден екен басына. Екеуі де қашар ма? Екеуі де қашар. Ал достар, мына тұқанның көрінісі қалай? Бұл енді 1,5 жасар ау деймін, шамамен. Қанша деп тұрсыз? Егесі жоқ. Мыналарды қазір көрейік сұрап. Мына қанша болып жатыр екен аға басына? Білмеймін дейді. Бұқалар қанша болып жатыр екен? Басына 220 мың теңге сұрап тұрсыз ғой? Иә, түсімі бар ғой. Саудасы бар иә. Мынау еркек бар ғой ма? Ұрғаш екеуі де дейді. Қай жақ, қай ауыл? Осы қаланыкі екен. Ал аға, мына көрермендерге телефон номеріңізді айтып жіберсеңіз, дауыстап. Білмеймін. Телефон номерді бере алмайды, қазір сатылып кетеді бүгінгі базарда. Мынаған қанша сұрап отыр екен? 220 мың сұрап тұр мынаған. Мына жақтарды бағалары енді сол енді жаңа жұртта айтып жатқан баға ғой бұл жерлерде. Одан да төменде болуы да мүмкін. Таңғы базар. Мынау 600 иә, мынауыңыз 500 мың иә? Анауысы ар жағындағысы? 500. Еркектер иә, бірақ неше жасар бұл? Мынау 3 жасар, Мынау мынау 2 жасар. 3 жасар, мынау 2 жасар, анауыңыз да 2 жасар ғой иә? Қай жақтан әкеп тұрсыз бұларды? Шаған ауылынан әкеп тұр. Енді мына көрермендерге телефон номерді айта аласыз ба, айта алмайсыз ба? 302 463 0070. 170 дейсің ба? 170 мың теңге. Мынау бір жасқа толмаған ау деймін ә? Ұрғаш мал ғой.